Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Президент әкімшілігінің тапсырмасы аясында білім және ғылым салаларындағы жемқорлық тәуекелдерін жою мәселелеріне қатысты бүгінгі шараны өткізіп жатырмыз. Бұл мәселелер мемлекет басшысының ерекше бақылауында. Өздеріңізге белгілі, былтыр агенттік оқу-ағарту, ғылым және жоғары білім министрліктерімен бірлесіп, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізді. Талдау нәтижесінде бюджет қаражатын тиімсіз жұмсалуына және жымқыруға әкелетін елеулі жемқорлық факторлары анықталды. Анықталған тәуекелдерді жою үшін біз салалық министрліктерге бірқатар ұсынымдар енгіздік. Сондықтан бүгін ұсынымдардың орындалу нәтижелерін қарастырып, олардың жүзеге асырылуына қатысты алдағы шараларды талқылаймыз. Это чтобы наши коллеги, которые сегодня присутствуют на местах, а мы сегодня по Zoom подключили практически все сообщество в сфере образования, там и учителя, и бухгалтера сидят, чтобы слышали о том, что уже невозможно незаметно пройти, вывести таким образом деньги и остаться незамеченным. Это невозможно, и я вот сейчас довожу до каждого, что у кого возникнет мысль похитить таким образом бюджетные средства, рано или поздно он будет выявлен, потому что уже система работает. Здесь даже не нужно теперь какие-то специальные мероприятия проводить. Налаженный механизм совместно с Министерством просвещения и Министерством финансов позволяет в онлайн-режиме эти факты фиксировать и просто перенаправлять. Сегодня аудиторские организации государственные очень активно в этом плане работают. Я вот еще раз довожу до всех сотрудников образования, которые здесь присутствуют, о том, что похищать и оставаться незамеченным это будет невозможно.